орыс классы мен қазақ классы. Анардың орыстардың жарты қазақтар сонда. Төбелесеміз таяқ бір. Ұрып жатқанымыз біз кішкене көбірек біз енді. Аналарды қуып шығамыз. Ар жағын айдап шығу керек өзеннің. Ортасында айқасамыз. Қырдан ары қарай шығады. Сөйтіп бір-екі ретін алғаннан кейін қойдырды ғой мұғалімдер. Орысша класс оқитын Жақан апай Қайыркештің үйінде Кендебайдың қызы. Жақан апай орыс тілінен беретін. Сосын директор Қожахметтің әйелі кім еді? Бахириддин. Фамилиясы Бахириддин. Отчествосы. Сол тағы орыс тілінен беретін нелер, орыс қаласында тағылары да бізде сол татуластырып бәріміз. Только спортпен былай не қыламын да сендер. Волейболдан, жүгіруден, футболдан, команда құрып тұрып. Сөйтіп барып үйрендік қой. Орыстар келгеннен кейін үйрендік. Біз доп ойнау деген бұрын білмейміз доп ойнау деген. Доп болған жоқ қой бізде, бала кезімізде. Енді ойнадыңдар. Асық ойнаймыз. Нағыз ойын асық қой. Қыста ойнамай шығарсың асы. Жұмағай екен бір қапшығасын жинағанбыз. Хамит әжем асықтың бәрін жүннің бояуына бояп беретін. Қызыл, сары, жасыл, көк, неше түрлі асықтар. Бір қапшық жинадық қой. Жұмағай. Ол да әлемнен сол енді сары. Мен апамның жездем ғой ол да айға. Апам Бибжанның несі, күйеуі. Соның енесі Жұмағай осында құда бар әлі. Менен бір жас үлкен. Ол да орыс жоқ. Соның шешесі ғой Қамита деп отқан. Оның Жұмағайдың әкесін Шарабиде сарыға. Оны мен ата деймін ғой. Бабам ата деген ғой. Әже дейді. Мен де Шарабиде бірінші қолында оқыдым ғой. Сонда мен де ата деп, бабам айтты, әже деп. Менің ата әже болып кетті ғой. Мен үлкейген кезінде әйелім балалары бар. Арқалықта барғанда соғып тұрып, Шарабиде. Сонда жаңағы нағылады. Мен ата деймін бе? Ата қалыңыз қай деп соның. Мені жақсы көреді деп. Үлкен кісілердің бәрі мені жақсы көреді. Мен соларға жақын болып бұл қиялғаш тыңдай баттың. Әңгімелерін тыңдаймын. Жақып деген әкей сиыр бақты ғой, Сейсенбайдың әкесі. Біз Серікбай екеуміз сиыр бақтық, соны бізге наставник бар. Біз үйретті әуелі бір жетті, қай жерге апарып жаядым. Соғыста болған әңгімелерін айтады. Көлеңкелеп отырамыз тал жағасына. Соғыс боламыз да, көлеңкелеп отырамыз. Ана кесе атырып әңгімесін айтады. Соғыста болған әңгіме. Бір күні дейді, қырғын соғыс болды дейді. Қырғын соғыста бомба құлап жатыр, снаряд түсіп жатыр, не қылып жатыр. Білмейміз, құлағымыз биде алып қалды іште. Бәрі жан-жаққа қашып кетті дейді. Мен де жүгіріп келем. Бір өзеннің жағасына келдім дейді, талдың арасына. Келіп, жаңа жерде шөл деген барып, етпетіне жата қалып, су ішіп, жуынып. Демалып отырсам дейді, андай жерде ағаштың басында екі жүншылық өлтірген дейді. Не? Жүншылық? Жүншылық. Сосын қарасам, ана жерде бір офицер өліп жатыр дейді, немістің офицері. Соны ана жайып қойған дейді. Уақыт деген қалған ғой, өлтіріп кеткен ғой бір жерін. Етігі жанында жатыр дейді, офицерский. Әлгі жүншілігін алдым дейді. Аяғыма киіп алып, несін алып, офицерский етік дейді, жаңағы сол киіп алдым дейді, күшті келеді. Киіп алып, соны бір уақытта тағылып отырдым да, ойландым дейді. Әй, мынау өліп қалған адамның несін, мен алып ертең мен осылай жатып қалмайын ба? Болмаса қайтадан шештім дейді. Соған алып қайтадан жатпайын дейді. Етігін алған жоқпын дейді. Ұстаным дейді қырдым. Өзімді керіз етігін киіп алдым да, соны әйтеуір часты таптым дейді. Жоқ, тағы келе жатырмын дейді. Бір үлкен әйдік
ненің арасы егіннің кәдімгі биік дейді жаңа адамның бойындай болды. Соны келе кеттім. Жалғыз мен ана көрмес үшін ешкім еңбектеп келтірмейді. Bir сүлдеп жалбады. Жүрген еңбектеп жүрген ба жай жүрген. Бірақ мынандай шек жатады дейді жайды шек. Bir 5 сантиметр жүрсе тағы да мынадай шек жатады. Мынандай шек. Кім не болса деп барай деп еңбектеп жаңағы келе жатыр. Bir hafta қарасам бір орыс сөйлеп отыр екен деген. Соны шегі қаны жарылған ғой. Сол шегі үзіліп жолда қала берген. Жан жүріп еңбектей берген. Бір жерге барып өліп жатыр екен дейді. Содан кейін қайтадан кері қайттым дейді. Жолмен кері қайттым. Басқа жаққа кеттім өзен жағалап. Сөйтіп барып қаттым ғой дейді.